Қайырлы күн, құрметті достар. Мен мына үлкендерге үндеу жариялағым келіп тұр. Әсіресе мына автобусқа отырған кезде кішкентай оқушыларға тиісуді қойыңыздар. Бүгін мен бір оқиғаның куәгері болдым. Кішкентай оқушы қыз орын бермегені үшін үлкен бір әйел оған неше түрлі сөздерді айтты. Әй, көргенсіз, осы сендер көрмей қаласыңдар, неге үлкенге орын бермейсіңдер деген сияқты қаншама сөздер айтты. Баланың жүрегін жаралады. Бала деген қорғансыз емес пе? Ол деген мүмкін сабақтан шаршап келе жатқан шығар. Мүмкін оның сөмкесі ауыр шығар. Жай сөзбен неге сұрамаймыз? Әй, балам, айналайын, үлкендерге орын бере қойшы деп бірінші айтайық та, ол ондай жай сөзді түсініп қуана беретін бала бар. Егер тыңдамай жатса, оны әрі қарай ата-анасы көрер. Енді қоғамдық жерлерде оқушының кішкентайлығын пайдаланып, неше түрлі нәрселерді айтуды қойыңыздар, үлкендер. Бала ол біздің болашағымыз. Мейіріммен қарайық.